Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі өтетін сабағымыз Taobao мен 1688 сайтына тіркелу. Taobao мен 1688 сайтына Alipay арқылы кіретін боламыз. Alipay'ды біз алдыңғы сабағымызда өттік. Тағы бір қайталап айтып кетейін. 1688 бен Taobao сайтына кіру үшін ең алдымен Alipay'ға кіреміз, верификациядан өтеміз. Alipay'ге пароль қоямыз, төлем паролін орнатамыз. Одан соң банк картасын тіркейміз. Осыларды жасағаннан кейін ғана 1688 бен Taobao сайтына кіреміз. Осының бәрін алдыңғы сабағымызда өткен болатынбыз. Егер әлі Alipay'ге регистрация жасамаған болсаңыз, менің каналыма өтіп, сол видеоларды қарасаңыз болады. Ал енді бүгінгі сабағымызды бастайық. 1688 бен Taobao сайтына тіркелу. Ең бірінші Taobao сайтына кіреміз, одан кейін 1688 сайтына кіретін боламыз. Taobao сайтын Play Market'тен немесе App Store'дан жүктеп аламыз. Alipay'ге полный регистрация өткеннен кейін ғана Taobao сайтына кіреміз. Ал Alipay'ге полный регистрацияны алдыңғы сабағымызда өттік. Taobao сайтын жүктеп алғаннан кейін Taobao сайтына кіреміз. Басқан кезде осындай оранжевый кнопка шығады, соглашение деген, соны басамыз. Одан кейін осындай разрешение на отправку вам уведомление или местоположениеға разрешение шығатын болса, не разрешать дегенді басамыз. Одан кейін тағы да осындай оранжевый кнопка шығады, осы оранжевый кнопканы басамыз. Мінекей мына жерде отслеживать деп тұр, не отслеживать дегенді басамыз. Басқаннан кейін міне сайтқа кірдік. Кіргеннен кейін мына менің деген профиль бетіне өтеміз. Осы жерде қараңыздар. Мына жерге Alipay'дағы ТБ логиндарыңызды теріп кірсеңіздер болады. Ол қандай случайда? Егер де астында Alipay'дың значогы болмаған жағдайда. Сол кезде мына жерге ТБ логиндеріңізді теріп жазасыздар. Одан кейін Alipay'ға қойған парольдарыңызды жазып кіріп кетесіздер. Бұл екінші жағдайда, егер де Alipay'дың значогы астында болмаған жағдайда. Ал бірінші жағдайда біз қазір мына Alipay арқылы кіреміз. Ол үшін мына астында птичка қоятын жерге птичка қоямыз. Сосын мына Alipay'дың значогын басамыз. Alipay'ге кіріп кетеді. Ал бұл шықпаған жағдайда жаңағы ТБ логиндарыңызды теріп, Alipay'ге қойған парольдарыңызды парольге жазып кірсеңіз болады. Ал біз қазір бірінші жолымен Alipay арқылы кіреміз. Мына Alipay'дың значогын басамыз. Кішкене күтеміз, ойланып жатыр. Енді осы жерде агри деп шығады, мына көк батырма агриді басамыз. Қазір кіріп кетеді. Taobao'ға кіргеннен кейін шықпаймыз. Мынандай Face ID-ді қабылдамаймыз. Назадты басып шығып кетеміз. Енді қараңыздар, міне кірді. Мына үстінде ТБ логин шықты. Жаңағы Alipay'дағы. Осылай үстінде ТБ деп сандары жазылып тұрады. Әркім өзінің ТБ логиндарын скриншот жасап немесе блокнотқа жазып қойыңдар. Мінекей осымен Taobao сайтына кірдік. Ал енді келесі 1688 сайтына кіреміз. 1688 сайты оптовый сайт. Бұл сайтқа кірмес бұрын ескеретін жайт. Бірінші Alipay'ға кірдік, одан кейін Taobao'ға кірдік. Сосын үшінші осы соңғысы 1688 сайтына кіреміз. Яғни бұл жерде Taobao'ға кірмей жатып, 1688-ге бірінші регистрация жасамаңыздар. Ал енді 1688 сайтына кірейік. Кірген кезде осындай кнопка шығады. Осы оранжевый кнопканы басамыз. Соглашение деген. Местоположение басқа да уведомление сұраса, не разрешать дегенді басамыз. Мына жерде не отслеживать дейміз. Мына жерде мына рекламаны өшіреміз. Енді қараңыздар, мына жерде менің деген профиль бетіне өтеміз. Адамның бейнесі тұрған. Мына жерде мына бірінші Taobao арқылы кіру, екінші Alipay арқылы кір деп тұр. Біздер мына бірінші Taobao арқылы кіреміз. Сосын мына астына птичка қоюды ұмытпаңыздар. Енді мына бірінші оранжевый кнопканы басып кіреміз. Қазір өзі осылай кіріп кетеді. Taobao'дағы ТБ логиндарыңызбен кіреді. Мына жерде мына бірінші тұрған оранжевый кнопканы басамыз. Taobao'дағы логиндарыңыз осы жақтағы логиндарыңызбен бірдей болады. Екеуі бірдей, бір аккаунт. Қазір кіріп жатыр, күтеміз. Мына жерде X басып шығып кетеміз. Мінекей ТБ 7720 деген менің Taobao'дағы логиным. Осы 1688 сайтынан да шықты. Менің видеоларым сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де менің видеоларым сіздерге түсінікті, пайдалы болса, менің видеоларыма лайк басып, астына жақсы жылы сөздерден комментарий қалдырып кетсеңіз, менің каналымның дамуына да үлкен үлес қосасыз. Ал мен сіздерге осы Қытай сайттарына байланысты басқа да пайдалы видеолар шығарып отырамын. Ал енді келесі сабағымызда сіздерге 1688 бен Taobao сайтына қалай карго тіркеуді үйрететін боламын. Осы каналға тіркеп кетуді де ұмытпаңыздар.